Саламатсыздар ма, білім алушылар? Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы Жорынов Жақсылық Омарханович. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери рәміздері. Сабақтың мақсаты білім алушыларды Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандарымен, Қазақстан Республикасының әскери бөлімінің нышандарымен және әскери бөлімнің жауынгерлік туымен таныстыру. Әскери бөлімнің жауынгерлік туы әскери бөлімнің еңбегін айқындайтын, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне жататын ерекше құрметті белгі. Әскери бөлімнің жауынгерлік туы жауынгерлік ар-намыс, айбын мен даңқтың нышаны ретінде батырлық дәстүрі мен қасиетті борышты еске түсіруге қызмет етеді. Жауынгерлік туды әскери бөлім құрылған кезде Қазақстан Республикасының президентінің атынан Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің басқа әскерлік құрылымдардың өкілі тапсырады. Әскери бөлімге жауынгерлік ту берілу кезінде Қазақстан Республикасы президентінің грамотасы беріледі. Жауынгерлік ту әскери бөлімде атауы мен нөмірі өзгеруіне қарамастан барлық уақытта беріледі. Қазақстан Республикасы қарулы күштері нышанының сипаттамасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің нышаны шеттері алтын түсті нұсқамен жиектелген 5 бұрышты жұлдыз. Жұлдыздың ортасында шұғылалы күн және оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген. Күн шұғыла және қыран түсті алтын түстес болып келеді. Әскери бөлімнің жауынгерлік туының сипаттамасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери бөлімнің жауынгерлік туы екі жақты матадан, ағаш саптан және шашақтары бар баудан тұрады. Жалаудың матасы тік бұрышты, көлемі ұзындығы бойынша 145 см, ені бойынша 115 см көгілдір түсті жібек файдан екі бүктеліп жасалынады. Және үш жағының шеттері алтын түсті жібек шашақтармен жиектеледі. Матаның оң жақ бетінің ортасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтің бастың нұсқасы алтын түсті жібек жіппен жапсыра тігілген бейненің көлемі биіктігі бойынша 50 см. Матаның жоғарғы жақ шетінде Қазақстан Республикасы, ал төменгі жағында отан үшін деген жазулар алтын түсті жібек жіппен кестіленген. Жазу әріптерінің биіктігі 7 см. Матаның сыртқы жағының ортасында апилакация, ортасында шұғылалы күн мен қалықтап ұшқан қыранның нұсқасы бейнеленген. Күрең қызыл түсті жібектен тігілген 5 бұрышты жұлдыз. Жұлдыздың қарама-қарсы ұштары аралығының өлшемі 56 см. Жұлдыздың үстінде алтын түсті жібек жіппен міндет, абырой, ерлік деген ұран, ал жұлдыздың астыңғы жағында әскери бөлімнің нөмірі мен атауы кестеленіп тігілген. Цифрлардың көлемі биіктігі бойынша 10 см, жазу әріптерінің көлемі 7,5 см. Әскери бөлім атауындағы сөздердің санына қарай цифрлардың көлемі 6 см, ал әріптердің көлемі 4,5 см-ге дейін кішірейтілуі мүмкін. Мұндай жағдайда жұлдыздың бейнесі жауынгерлік ту матасының ортасына 12 см-ге дейінгі аралыққа жоғары көтерілуі мүмкін. Матаның сол жағында оны ағаш сапқа өткізуге арналған диаметрі 4 см тесік бар. Тудың сабы ағаштан дөңгелек қиым етіп жасалынған. Диаметрі 4 см, ұзындығы 2,5 метр. Сап қара қоңыр түске боялған, лакталған және төменгі жақ шетінде металдан жасалған шығыршығы, ал жоғарғы жағында алтын түсті әшекейлі ұштығы бар. Тудың алтын түсті жібек жіппен ширатылып жасалған бауы, шет-шетінде 2 шашағы бар. Баудың ұзындығы 270-285 см. Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери рәміздері туралы жалпы мағлұмат алдық. Осы мағлұматтарды алу арқылы білім алушылар өздерін патриоттылыққа тәрбиелейді. Үй тапсырмасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери рәміздері. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.